Достар, бүгін қазанның 29-ы Үржар мал базары. Ірі қаралардың бағасын түсіретін боламыз. Каналға тіркелмей көріп отырғандарыңыз болса тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар, каналды қолдап жіберіңіздер. Малдың бағасын біліп отыратын боласыздар. Еркек бұқа патсыз. Осы Үржардікі 250 сұраптар. Олар жер 240 дейді. Не дейді? Асылын. Тағы бас тоқал. Қызыл басқа. Сиеміз екен. Сиеміз екен. Қанша теңді ма? 380 дейді бағасы. Сиеміз әйбет екен. Осы соң кейін арғы. Екеу бір кісінікі. 380-ге. Ақжарский. Солтаншыларың арзан екен, 270 сұрап 260-ға береміз дейді. Үржардікі. Немен әктіе бәкілдің? Көк қырғаш 230-ға дейді, болар жер. Төрт бұқа. Қара, қызыл, сары, төртеу бір кісінікі кейін. 260-дан дейді, оптам 230-дан дейді, төрт басқа бірақ бір кісінікі екен. Мынау жаңағы төрт бас. 260-дан дейді. Оптамаларына 230-дан берем дейді. Ағаш бұзаулар. Қанша бағасы? Асеке сұрап тұрған 120-дан 100 бүтіне екі бас. 100-ге дейді. 120 дейді. Қызылғасқа тоқал. Деп кесек екен. 450 сұрақтыр дейді. Үржардік. Қызыл ала 250 сұрақтыр, 240-қа болады дейді. Болар жер. Көк 230 дейді. Ала 380 дейді. Жақсы әйбет сиеміз. Саудасы бар дейді. 380 деп тұр, саудаласып жатыр. Сиеміз сийлар бар екен, таудан түскен 350 дейді. Арғы тоже. Шым круговой 350-ден сұрап жатыр. Саудасы бар дейді. Екі еркек бұзау бір кісінікі 150 сұрап тұр. Қара мен алаға. Қара сиыр. Үржардікі 300 сұрап жатыр. қасындағы сарғын
350 дейді. Екеуі бір кісінікі. Ama 350 дейді. Tokalı erkek 180 дейді. Aha, assalamualaikum. Қалай братан жалпы? Пайдыр. Қанша сұрапсың, брат? 230. 230-ға дейді. Саудасы бар дейді. Жақсы екен. Айбат ки. Сұрап жатыр ғой. Егін түсіріп ал, егін түсірді. Мына екеу тоқалының қасында тұрған. 240-тан дейді. Саудасы бар дейді. Мына қара 170 дейді. В общем, 170-тен мына шеруі. Мына 240-тан екі бас. Егін судка. Қызылғасқа бұзау 110 сұрапты. Қызылғасқа 170-180 маңайы дейді. Есін таппай тұрмыз. 110. Мөлшермен бүгінгі ырғарылардың бағасы осындай. Ұрғаш малдарды көп іздеп жатыр екен сойғанға. Каналға тіркелмегендеріңіз болса тіркеліп қоңырау басып қойыңыздар. Малдың бағасын біліп отыратын боласыздар.